ортамызбенен жақсы болу. Ата-анамызбен, туған-туысқанымызбен, ағайынымызбенен, көршілерімізбен, еліміз, бүкіл үмметтің қамын ойлау, бара берсе адамзаттың қамын ойлау. Адамзатқа алып келген үлкен байлық бұл хақтың Құран мен Мұхаммад алейхиссалам. Ол байлықты жеткізу бүкіл адамзатқа, ол үмметіл Мұхаммадқа жүктелген нәрсе. Ол нәрсенен өзіміз пайдалана алмай жатсақ, біз өзгеге қараймыз жеткіземіз. Өзіміздің жүрегіміз тыныш болмай жатса, өзіміздің арамыздағы мұсылман бауырларымызды жақсы көре алмай жатсақ, оларға деген бір көре алмаушылық, жек көру, оларды бөліну болып тұрса, біз құрметті жамаат, біздің кімге біздің пайдамыз тиеді. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Маққадан Мәдинаға хижрат қылғанда жұма намазы, алғашқы жұмада пайғамбар алейхиссаламның айтқан сөзіне қараса, бұл өте қоғамға өте керек нәрсені айтты. Маққадан Мәдинаға көшіп келгенде не деді пайғамбар алейхиссалам? Афшус салам, атиму таам, силул архам, ва саллу фил лейли ва насу ниям, тадхулул джанната бис салам деді. Сәлемді жайыңдар, адамдарды тамақтандырыңдар, туған туысқанның арасын жақсартыңдар, аман есен деді. Түнде адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқыңдар, аман есен деді, жұмаққа кіресіңдер деді. Әлбетте пайғамбар алейхиссаламның хадисі, Құран-ы Кәрімнің аяттары бір-бірін қолдап қуаттап келеді. Ешқашан аят хадиске, хадиске ешқашан қарама-қайшы келмейді. Оны жақсылап оқысақ біз түсінеміз. Пайғамбар алейхиссалам және бір хадисінде деді: «Ла тадхулул джанната хатта туъмину». Жұмаққа кіре алмайсыңдар, имандарың кәміл болмағанынша деді. Имандарың кәміл болмайды, бір-бірлеріңді жақсы көрмегендеріңше деді. Айтайын ба бір нәрсені, егер істесеңдер, сендер бір-біріңді жақсы көресіңдер деді. Ол не нәрсе? Я Расулулла дегенде, Афшус салам, сәлемді жайыңдар. Ассаламу алейкум. Момын адамның аузына шыға тұрған нәрсе. Ассаламу алейкум. Пайғамбар алейхиссалам ақырғы құтбасына қарай енді, хаджатул вада, қоштасу құтбасында, пайғамбардың бауырлары Муса, Иса, пайғамбар алейхиссалам барлығының айтқан нәрсесі бір. Сина тауында Муса алейхиссалам айтты: ұрлық қылмаңдар, қан төкпеңдер, зина қылмаңдар деді. Бұны Иса алейхиссалам айтты. Бұған екі нәрсе қосты Иса алейхиссалам. Ол кісі де адам өлтірмеңдер, ойнастық қылмаңдар, ұрлық қылмаңдар, бір-бірлеріңді жек көрмеңдер деді. Біреуге ей надан демеңдер деді, бауырыңа деді. Ал пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның дінді қалай тыныштықпенен Мәдинада үш нәрсені айтса: сәлемді жайыңдар, адамдарды тамақтандырыңдар, туған туысқанны жақсартыңдар десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хаджатул вадада айтты. Бұл қандай жер деді, бұл қандай ай, бұл қандай күн деді. Сахабалар білетін, бұл Мұхаррам айы еді, бұл қасиетті харам жері еді, бұл Арафат тауы еді. Пайғамбар алейхиссалам басқа нәрсеменен атап қалама деп онда сөйлемеді. Сонда пайғамбар алейхиссалам айтты: бұл Мұхаррам, бұл ай қандай құрметті болса, бұл күн қандай құрметті күн болса, түндердің абзалы Ләйләтул Қадр болса, күндердің абзалы ол не? Ол Арафат күні. Ол Арафат жұмамен біріккен кезде өте үлкен, оның ұлылығы асып кетеді. Ол жұма күні еді. Сонда пайғамбар алейхиссалам Арафат күнінде бұл ай қандай құрметті болса, бұл жер қандай құрметті болса, бұл күн қандай құрметті болса,
сендердің қандарың сондай құрметті, сендердің малдарың сондай құрметті, сендердің бала-шаға әйелдерің сондай құрметті. Менен кейін күпірлікке қайтпаңдар, бір-бірлеріңнен бастарыңды шауып қандарыңды төкпеңдер, әйелдеріңді, балдарыңды күн құл етпеңдер, малдарыңды не дейді, талан тарас қылмаңдар деп пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мұны құрмет жамағат, осы елдің жұрттың ынтымағы, әр нәрсенің қадырын момын адам жақсы білу керек.